Зар заман туралы не білесің? Ол қай кезеңге тән? Зар заманның өкілдері туралы не білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Зар заман туралы не білесің? Ол қай кезеңге тән? Қазақ қоғамы 19 ғасырдың ортасына дейін салт дәстүрін берік ұстанды. Тек 19 ғасырдың екінші жартысында патша үкіметінің отаршылдық саясаты қазақ қоғамына теріс әсерін тигізді. Қазақ даласын шын мәнінде орыстың майор шенді офицерлері басқарды. Бұрынғы ел билеудің хандық жүйесі жойылды. Төре тұқымдары аға сұлтандық қызметке патша шенеуніктерінің рұқсатымен отырды. Отаршылдық салдарынан әртүрлі ұлттық дәстүрге, болмысқа қарсы елде туындаған жағдайлар поэзияда зар заман деген бағытты туғызды. Сол кезде қазақ даласында әдебиеттің жаңа бағытының өкілдері шыға бастады. Бұл ақындар өз заманының айтыскер, сықақшыл, өткір тілді ақындары еді. Зар заманның өкілдері туралы не білесің? Әдебиеттегі зар заман деп аталатын бағыттың бастамашысы ақын Шортанбай Қанайұлы болды. Өзінің толғауларында ол Қазақстанның Ресейге қосылғаннан кейінгі кезеңдегі қазақтардың қайғылы дәуірін толғап, қазақ қоғамындағы сауда, ақша қатынастарының даму нәтижесінде пайда болған жаңа әлеуметтік топ байларды сынады. Жыл бойы жинаған ақшасын салық төлеуге беретін кедей жатақтардың ауыр өмірін бейнеледі. Қазақ қоғамында адамгершіліктің бұзылғанын, екіжүзділіктің, адамдардың дөрекілігінің артқанын өлеңдеріне арқау етті. Зар заман дәуірінің келесі өкілі Дулат Бабатайұлының шығармалары да Шортанбай Қанайұлының поэзиясымен үндес болып келеді. Адамгершілікті уағыздайтын өсиетнама өлеңінде ол қазақ халқының өткен өмірін аңсап, өзі көрген заманды жалпы моральдық азғындық кезеңі деп атады. Дулат Бабатайұлы қазақ жеріне орыстардың енуіне қарсылық білдірмеген хандардың әрекетін айыптап, өлеңдеріне қосты. Қазақтардың болашағына алаңдап, отаршыл әкімшіліктің қарақшылық сипатын, әкімшілікке қызмет ететін қазақ шенділерін әшкерелеп сынады. 1868 жылы 21 қазанда бекітілген Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторлықтарының далалық облыстарын басқару туралы уақытша ереже халықтың толқуын туғызды. Сондықтан Мұрат Мөңкеұлының шығармашылығы негізінен Батыс Қазақстанда болған оқиғалармен тығыз байланысты. Мұраттың поэтикалық күші осы кезеңде ерекше көрінді. Үш қиян деген өлеңінде қазақ жерлерін отарлау жағдайындағы қазақтардың ауыр өмірін суреттеген. Ол, отаршылдық саясат қазақтардың ежелгі жерлерін басып алып қана қоймай, жас ұрпақты тәрбиелеуге де кесірін тигізді деген алаңдаушылығын білдіреді.